Hello, how are you going? I'm glad to see you again in my English lesson. Let's get started. Please open your books at page 12 and you see today we will continue about sports, okay? A sports event. The task number 23, you need to read and underline the correct word. Я балақай, бірінші тапсырмада сен оқуың керек және дұрыс сөздің астын сызуың керек. Енді алғашқы тапсырма осылай болып тұрғаннан кейін мен саған бүгін көмектесейін, окей? Okay. Hi Lini, what are things? Я, бағана мен саған амандасқан кезде what are things дедім ба? How are things дедім ба? Есіңе түсір. Are you free on Saturday evening? Сен сенбі күні кешке боссың ба дейді. I've got, менде бар дейді. Free long tickets for the figure skating championship. Would you like to come? Yeah. Бұл жерде free деген сөз, ол тегін деген мағынада, және long деген сен білесің, ұзақ немесе ұзын деген мағынада. Ticket ол бізде билет. Енді билетіміз қандай болады? Ұзын бола ма, әлде тегін бола ма? Соған байланысты өзің астын сыза қой. And the next, the championship does starts at 5 o'clock. Я, чемпионат 5-те басталады дейді. Енді ол сөзді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Астын сызамыз дұрыс сөзді. Mom and I can pick you up at 4. Pick up деген сөзіміз, ол сені жолдан алып кет аламыз бара жатқанда дейді, иә? We can get some autographs from the skaters after the event or game. Балақай, бұл жердегі жауап тақырыбында тұр. Sports event. Сондықтан да дұрыс жауабын өзің таңда. Bring your autograph book. I hope you can come. But because I know how much you love figure skating. Hope you can come дегені, мен сенің келетініңе үміттенемін. Өйткені мен сенің жаңағы фигурный сырғанауды қатты жақсы көретініңді білемін дейді. Өйткені себебі деген сөзіміз because, ал алдындағы тұрған but деген сөзіміз бірақ деген сөз. Қайсын таңдаймыз? Өзің тап. Let me know soon. Жақын арада маған хабарын айт дейді. Hope you can make or get it. Get it болады, иә? Take care, Maggie. Окей, балақай, менімен бірге отырып, мені барынша дұрыс түсініп, белгіледің деген үміттемін. Мағынасын түсінуге тырыстың деген үміттемін. Және қазір мен саған осыны тексеретін аудиофайл қоямын. Соны тыңдап, бірге оқып отырып, дұрыс бұрысын белгілеп ал. Hi Lynn, how are things? Are you free on Saturday evening? I've got free tickets for the figure skating championship. Would you like to come? The championship starts at 5 o'clock. Mum and I can pick you up at 4. We can get some autographs from the skaters after the event. Bring your autograph book. I hope you can come because I know how much you love figure skating. Let me know soon. Hope you can make it. Take care, Maggie. Okay, the next task number 24. Which of these sentences could Maggie use to begin her email? With to end it and read and write B or E. Я, бұл жерде Мэггидің хат жазу барысында қай сөзді хаттың басында жазу мүмкін дейді және соңында дейді. Яғни басында дегеніміз ағылшынша begin және соңында дегеніміз ол end.
Я? Сондықтан да be немесе I деп белгіле дейді. Мына жерде саған 6 сөйлем берілген. Сол 6 сөйлемді оқып, түсініп, не істейміз? Be or I деп белгілеуіміз керек. Әрине, сен менімен бірге істеуің керек, өйткені бұл сабақта орындалатын нәрсе. Қазір саған аударып отырып көмектесем. How is everything? Are you free on Saturday evening? Енді бұл сөйлем уже белгілі, я? Be сөйлемнің, яғни хаттың басында жазуымыз керек. Өйткені қал жағдайын сұраймыз, боссың ба сен бүгіні деп, я? Хатты бастадық. Make sure you don't miss it. Сен оны ұмыт кетпейтінге не істе дейді? Сенімді бол дейді. Я, бұл сөйлемнің аяғында болуы мүмкін. Сондықтан да оған I деп жауап береміз. Үшінші, the next third lesson. Would you like to come with me to the figure skating championship on Saturday evening? Я, балақай, есіңе сақтап алшы, мынандай бір сөздер бар. Would you like? Міне, would you like деген сөзді бір нәрсені ұсынған кезде көбінесе қолданылады. Бұл жерде сырғанаудан чемпионатқа барғың келмей ме деп сұрап тұрған жоқ, ұсыныс жасап тұр. Я, ұсыныс жасау арқылы сұрап тұр. Сондықтан да бұл ұсыныс жасағандықтан ол менің ойымша сөйлемнің басында тұру керек. Белгілі. Next, please come. Өтінем келші дейді. Енді ол түсінікті. The fifth, бесіншісі. I'm planning to go to the figure skating championship on Saturday evening. Are you interested? Мен сырғанаудан чемпионатқа сенбі күні кешке бармақшымын. Саған қызықты ма? Белгіле. И соңғысы, I hope you can join us. Join us. Яғни бізге қосыласың деген үміттемін дейді. Яғни үмітін қай кезде жазамыз хатқа? Хаттың соңында. Экранда қазір дұрыс жауабы шығады. Соны дұрыстап белгілеп қарап ал. So, my dears, in our today's lesson, we have different kinds of tasks, you see? And we are going to sing a song about different kinds of hobbies from task 25. Балақай, біздің сабағымызда өзің көріп отқаныңдай көптеген әртүрлі тапсырмалар беріліп жатыр. Және бұл тапсырмада, яғни 25-ші тапсырмада саған оқы және астынсыз деп тұр. Бірақ мен қазір саған ән қоймақшымын. Бұл әнді әндетіп отырып, бірге оқып отырып, сен дұрыс жауаптарды белгілейсің. Окей? Ендеше көңіліңді көтеріп, жақсылап отырып, осы тапсырманы орындайсың деген үміттемін. Егер де үлгермей қалсаң, онда видеоны бас жағына қайтадан видеоны апарда, қайтадан сол тапсырманы орындап көр. Let's all do a jigsaw puzzle or go bowling with some friends. Let's collect some video games or go camping at weekends. Happy, happy, happy hobbies. Hobbies make you smile. It's great to have some hobbies. They're never out of style. Happy, happy, happy hobbies. Hobbies make you smile. It's great to have some hobbies. They're never out of style. Juggling is a super challenge.
and the same for playing chess. But the good thing about hobbies is you always try your best. Happy, happy, happy hobbies, hobbies make... Happy, happy, happy hobbies. Hobbies make you smile. Yeah, саған бұл өлең ұнады ма? Did you like this song? Okay, let's continue our lesson. Task number 27, over to you. Talk with your friend. Яғни досыңмен сөйлес дейді. Бірінші мына сөздермен таныс болайық. Әртүрлі смайліктер тұр. No, I don't think so. Repeat after me. No, I don't think so. Жоқ, мен олай ойламаймын. I'm not so sure. Repeat after me. I'm not so sure. Я, мен қатты сенімді емеспін. Деп тұрсың. The last is I'd love to. Repeat after me. I'd love to. Қуана деп жауап бересің. Міне, яғни бүгінгі біздің тақырыбымызға сай, сені досың бір жерге шақырса, бір ұсыныс білдірген жағдайда, сен осы айтылған 3 сөзді қолдана аласың. No, I'm not sure. I'd love to. No, I don't think so. Я? Енді қалай енді сен досыңа ұсыныс жасай аласың? Ол үшін астындағы мына екі баланың диалогына қара. Бағана ескерткенмін саған, would you like деген сөзді біз бір нәрсеге шақырғанда, ұсынғанда айтамыз деп. Міне, сол қолданайын деп отырмыз. Would you like to try bird watching? Я, сен құстарды қарауға барғың келмей ме? Деп ұсыныс жасап жатыр. Және оған жауап ретінде не деді? No, I don't think so. Мен олай ойламаймын. Жоқ, деді, я? Енді осы тапсырманың мына жағында саған неше түрлі тапсырмалар берілген. Bird watching, collecting video games, doing crossword. Соны, осы сөздерді would you like to деп айтасың да, to try, арғарай collecting video games деп осы сөздердің біреуін қойып көр. Және соған жауап ретінде I'm not so sure деп бағанағы 3 сөзді қойсаң болады. Ендігі кезек үй тапсырмасына келді. It's home task time. Okay, my dears, open your activity book at page 8 and look at the task number 11. You need to read and write the correct word next to numbers from 1 to 5. There is one example. Бұл жерде сен оқуың керек және оқу барысында мұна 1 мен 5 нөмірлі тұрған бос орындарға астындағы сөздерді мейлінше мағынасына сай дұрыс сөзді таңдап қойың керек. Және саған бір мысал келтіріп қойыпты, соған қараймыз. Енді қалғанын өзің үйден жазасың. Егер де аударуға қиын болып кейбір сөздер түсінбей жатсаң, өтініш сөздікті қолдан. Жарай ма? The next task number 12. Look, read and complete. Мына жерде 5 түрлі адам берілген. Mike, Sandra, Kate, Dort and Kelly. Осылардың әрқайсының айналысатын спорт түрлері суретке қарап белгілі. Соған сай мына жерге спорттың түрлерін жазып шығуым керек. Ол оңай тапсырма. Сонымен үйге берілген тапсырма сіздерге түсінікті. Қымбатты менің оқушым, құрметті ата-ана, егер де осы сабақ сіздерге ұнап жатса, алдыңғы сабақтарында ұнаған болса, міндетті түрде осы видеоның астына комментарий жазыңыз, және де лайк басуды да ұмытпаңыз. Өйткені ол сіздердің менің осы онлайн сабағымның ұнап жатқаны туралы кері байланыс ретінде қабылданатын болады. Ендеше келесі сабақта кездескенше, goodbye!